Саламатсыздар ма, құрметті менің көрермендерім. Бүгін біз тауық етінен котлет жасаймыз. Ол үшін бізге 2 дана тауықтың төс еті қажет болады. Оны осылай турап блендерге саламыз. Одан кейін 2 дана картоп осылай 4 пүшкілеп турап аламыз. Блендерге саламыз. Және 2 дана пияз керек болады. Оны да осылай 4 пүшкілеп турап блендерге саламыз. Одан кейін қақпағын жауып блендерге қосамыз. Одан кейін осылай табаққа салып аламыз. Тартылған фаршты оның үстіне 50 грамм кептірілген нанның ұнтақтарын саламыз. Тұз, бұрыш, укроп, кептірілген сарымсақты қосып барлығын араластырамыз. Осылайша тегісте бәрін біркелкі қылып араластырып аламыз. Одан кейін осылай біртіндеп алып, ортасына сыр салып, котлет жасаймыз. Қызып тұрған табадағы майға қуырып аламыз. Қолымызға жабыспас үшін салқын суды пайдаланамыз. Осылайша қуырып тұрған майға пісіреміз. Келесі кезекте осылайша жалғастырамыз. Бұны да қайнап тұрған майға салып қуырамыз. Осылайша барлығын бірдей етіп жасап алып, қызып тұрған майға қуырып, екі жағын бірдей қызартып пісіріп аламыз. Піскен котлеттерді тарелкаға түсіріп аламыз. Барлығын бірдей пісіріп болғаннан кейін табаны қыздырып, майсыз тазалап аламыз да, майсыз тұрған табаға котлеттердің барлығын салып орналастырамыз. Одан кейін үстіне сары майды, 50 граммдай сары май, соны ұнтақтап турап, котлеттің бетіне қойып, қақпағын жауып, бұқтырып аламыз. Одан кейін дайын болған котлеттерді ыстықтай гарнирге қосып, қасына салат, болмаса міндетті емес, осылайша дайындап ұсынуға болады. Астарыңыз дәмді болсын. Келесі кездескенше сау болыңыз.